Шаханға көмек акциясына үлес қосыңыз. Қазақстан Ақтау арнасының қызметкерлері бастаған бұл акцияға облыс тұрғындары көптеп үлес қосып жатыр. 9 жанның өмірін жалмап, бірнеше отбасын баспанасыз қалдырған оқиғаға өңір кәсіпкерлері де бейжай қарамайды. Облысымыздың белсенді кәсіпкерлерінің бірі Абат Өрісбаев шахандықтарға шама-шарқынша қаржылай қолдау көрсетіп, өңір тұрғындарын қайырымдылық шарасына ат салысуға шақырды. Қазақстан Ақтау телеарнасының бастамасы бойынша қайырымдылық шараға біз өзіміздің үлесімізді қосып, кешеге құрылған қайырымдылық қорға қараған осындағы біз өзіміздің қаражат қолдау есебінде аударғанбыз. Оның ішінде өзім жеке басым және біздің әріптестерім, жолдастарым. Енді кеше болған оқиғаға біз өте ауыр қабылдадық, шын айтқанда. Айта кетсек, телеарна ғимаратында гуманитарлық көмек қабылдайтын орталық жұмыс жасайды. Акция басталды дегенде естіген маңғыстаулықтар шахандықтарға қажет киім-кешек пен төсек жабдықтар әкеліп жатыр. Ал қаржылай көмектерін Қарағанды облысындағы банктердің бірінде ашылған есепшотқа аударуда. Естеріңізге салайық, бұл акция қаңтар айының 10-на дейін жалғасады. Айта кетсек, бұл жағдайды үкімет басшысының өзі жіті қадағалауда ұстап отыр. Ішкі істер министрі мен Қарағанды облысының әкімі үкімет басшысына төтенше жағдай салдарын жою бойынша шаралар жоспарын іске асыру барысы туралы. Сонымен қатар апаттан зардап шеккендер мен қаза тапқандардың туысқандарына көмек көрсету шаралары жөнінде есеп берді. Шахандықтарға отандастарының қолдауы ауадай қажет. Қайырымдылық жасаудан қалыс қалмайық. Телеарнаның акциясына ат салсыңыздар. Қайырымдылық жасау ізгі қасиет.